Баршаңызға сәлем. Әңгімелер сөйлесін арнасындағы кезекті әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Әйелі ері жан-жарының көзіне шөп салатынын бұрында еститінбіз. Бірақ дәл қайнатасы мен келіннің ашыналығын көріп, көзіміз шарасынан шықты. Ақпанның алғашқы 10 күндігінде ғаламторды шарлап кеткен бейнежазбадан тұттай жалаңаш ұрғашымен ышқырын ұстаған қайната безілдеп жүр. 30-дан асқан келіншектің арсыздығы сонша, күйеуінің сұрағын да жауапсыз қалдырмайды. Ең болмағанда бетін не ұятты жерін көлегейлеп жапса екен, жоқ, есікті тұтқасын ұстаған күйі бұрышта тұр. Қарны шермейіп жасы 50-ден асқан еркек әйтеуір іш киімін киіп үлгерген тәрізді. Тепсініп бөлмеге ұмтылғанымен оны біреулер кері алып кетеді. Соған қарағанда көрер көзге оғаш қылықтың үстінен түскендер де аз болмаса керек. Ал бөлме ішінде аналы балалы екеуі біріне келін, екіншісіне жар болған келіншекті сұрақтың астына алуда. Жігіттің даусы ашу мен ызадан жарыла жаздап, қалшылдап шығады. Ұялы телефон камерасына түсіруді анасы бұйырып тұр. Қайната мен келіннің төсектес болып жатқанын үстінен түскен ана мен бала олардың қылмысын ашуға алдын ала дайындықпен келгені көрініп тұр. Ал ертесіне әлгі шеше келіннің аяғы ауырламаған соң бұның бәрін өзі ұйымдастырғанын айтқан көрінеді. Бұл қай сасқаны? Бәлен жыл отасқан күйеуінен қорықты ма, әлде оны ақтап алғысы келді ме? Алайда ашуға бой алдырған әйел бәрінен айрылды. Қара беттерді әшкерелеймін деп жүріп, ақылдың қысқалығынан айықпас азап шекті. Біз ойнас құрған келін мен қайнатаны балағаттауға да лайық сөз таппай отырмыз. Біздіңше ойран болған отбасындағы ең көп азап шеккен жас жігіт. Енді оған әйел жолда бала белді деп жұбатып ақыл айтар бет қалды ма? Не десек те, ар алдында қия басқандардың жазасыз қалмайтыны ақиқат. Ата-бабамыздың жар төсегіне адалдық пен тазалықты өсиет етіп кеткені тегіннен емес.